Мүлдем ұрысқан жоқпыз. Біз жай әңгімелескенбіз. Я қызым, біз жай ғана әңгімелестік. Даусымыз қатты шыққанға сен ұрыстық деп ойлап қалғансың ғой. Мені алдамай қойыңыздаршы, мен сіздерге алдана салатын кішкентай бала емеспін. Бәрін естідім, бәрін көрдім. Еще араласуларыңыз келеді екен. Жоқ, қызым. Сен алдап не қыламыз? Қызым, бүгін мектепте бақытты отбасы байқауы ғой. Біз қанша күн дайындалдық. Жүрші, әлде де үлгереміз. Тұра қойшы, қызым. Бақытты отбасы? Біз ешқандай да бақытты отбасы емеспіз. Сіздер бір-біріңізді жек көресіздер. Жоқ, қызым. Олай демеш. Егер сіздердің тату-тату өмір сүруіңізге біз кедергі жасасақ, неге біз өмірге келдіңіздер? Қызым, сен бәрін қате түсініп жүрсің. Мен бәрімді жақсы көрем. Иә, қателестім. Кешірім сұраймын. Бірақ енді мүлдем басқаша болады. Мен түсіндім бәрін, қызым. Тұршы, әлде де үлгереміз, қызым. Өте көңіл күйім жоқ, бармайым. Қазір сіздер бір-біріңізге ренжіп қырсығып тұрасыздар. Кім? Біз ба? Міне, біз ешқандай да ренжіп тұрған жоқпыз. Міне, біз бақытты отбасымыз. Жүрш, сен байқауға қатысуың керек. Тұра қойшы, қызым. Жүрш енді. Шешеңіз басталып кетті ме? Сәлеміз бе? Жоқ. Басталып кеткен сияқты ғой? Конечно, басталып кетті. Осыдан кейін сіздер үлгересіздер ме? Үлгереміз. Сәл үлгермейді. Соза тұршы. Иә, өтір. Қымбатты көрермен, ду қол шапалақтарыңыз. Нағыз құлақтан беріп бойлауатын ән болды. Ендеше байқауымыздың қорытындылауы үшін соңғы жұпты ортаға шақырайын. Олар 5-ші А сыныбының оқушысы Кәусар және оның әкесі Ерлан Сапарұлы. Қарсы алыңыздар. Анашым, мен сурет дәптерім қайда? Басымды көрші. Басымда жоқ па? Қарасай қойған жерімді. Қарным ашты. Не жейм? Мені пісіріп же. Қазанға түспек бізге піседі ғой мені. Сәл шыдасайшы. Қарның ашапта жүреді екен сен. Айтпақшы анашым, жақында мектепте байқау болады. Соң көйлек алу керек. Алып берші. Мені сатыңдата алыңдар. Көйлек ал, аяқ киім ал. Болмаса Азат көршіден сұрашы, мен алам екен. Ой, бір өмір солай айтасыз ғой. Ол ойын қандай, үште бұл қатысым келеді ғой менде. Ал сайысқа отбасымнан бүкілі қатысатын деп айтып едім бір. Оған әкем жұмыстан да бір босағамайды ғой. Неге босамайды кем? Мен босайын? Мен босауым керек. Өйткені нағыз қамқор әке жұмысқа да, отбасыға да үлгеру керек. Айтпақшы, мен босамайды кем ғой. Өйткені мен күніне 3 рет жұмыс жасаймын. Ойбай отағасы? Мен білмейтін. Не жұмыс екен ол? Айтайын ба? Айт. Айтайын. Біріншісі СТО-ға барам. Одан кейін жас әйелдердің машинелерін жөндеп, оларға өзімнің визиткаларын таратам. Ал сосын үйге келіп, неге ештеңе істемегенсің деп, әйелімнің жаслап тұрып мен жеймін. Солай ма? Онда мен саған айтайын. Біріншіден сен машина жөндеген үшін ақша аласың.
Ал клиент келу үшін сен визитка таратасың. Клиент көп болса, ақша көп болады. Я білем ақшаның көп екенін. Кәусар қызым айтпаса, үй алуға ипотекаға ақша салып жүргенімді білмейтін едім. Я дұрыс отағасы, өте дұрыс жасап жүрсің. Рахмет саған, отағасы. Ерлан, сен шынымен де ипотекаға ақша салып жүрсің ба? Конечно. Үміт, сен мені елігіп жүр деп ойлайсың ба? Мен барынша көп ақша табуға тырыстым. Өзіміздің жеке үйіміз болса, біз бақытты болатын шығармыз деп ойладым. Енді түсіндім. Бақытты болу үшін жеке үй маңызды емес. Үйдің іші маңызды екенін түсіндім, Үміт. Мен осы аз уақыттың ішінде сен болу қиын екенін мен түсіндім. Сондықтан, Үміт, осы уақытқа шейін айтқан әрбір претензиям үшін кешірім сұраймын. Үйдегі сенің еңбегің тауда екенін түсіндім, Үміт. Кешірші. Ал мен, Ереке, мен сенің біздің отбасымыз үшін қандай қиын жұмыс жасап жүргеніңді түсіндім. Білесің бе, біз аккумулятордың плюс мен минустың шатастырып алған сияқтымыз. Егер де сен екеуіміз плюс пен минусты шатастырмасақ бар ғой, көлігіміз ұзаққа баратын сияқты. Ереке, кешірші мен. Сенің отбасы алдындағы еңбегің тауда екенін мен түсіндім. Біз нағыз бақытты отбасы болуға лайықпыз. Иә? Анасым, әкесім, мені де кешіріңіздерші. Енді сіздерді уайымдатып, ешқайда кетіп қалмай. Қызым, Кетпеші сен, Иә. қызым, бұл саған 10 жыл бойы біз көрсеткен қойылым болатын. Бірақ уәде беремін. Бүгін бұл қойылым осы сахнада соңғы мәрте ойналады. Бұдан кейін бұл қойылым біздің отбасымызда болмайды. Мен уәде беремін. Біз бақытты отбасымыз. Біз бақытты отбасы боламыз. Мен уәде беремін. Бүгінгі өткен отбасылық сайысымыздың жеңімпаздары Байназаровтар отбасы. Не болуы мүмкін? Предохранитель кетті ме екен? менің ойымша блок управление кеткен сияқты. Жақсы. Осыны өртемей жатып білсең болар еді негізі. Енді мен күйеуіме сен бәрін істеп отырмын ғой. Жарайды. Бір амалын табармыз.